Сәлем достар, менің оқырмандарым. Бүгін қазақтың бір салт дәстүрі туралы айтып кететін боламын. Бүгін қайынсіңілімнің қызының бесік тойы, соған нағашылары тыштырма жасап апарады екен. Сол тыштырма деген не екенін кішкене мағлұмат айтып кетсем. Тыштырма ол бесікке жаңа туған нәрестені бөлеу рәсімінде орындалатын ырым кәделердің бірі болып саналады екен. Осында біз жолдасым екеуміз кино көріп отырып осы тыштырманы жасаған болатынбыз. Соған кішкене айтып кетсем мағлұмат. Ежелден бері қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деген. Жаз отбасында өмірге келер сәбиді асыға күткен. Себебі бала ұрпақ жалғасы, өмірдің мәні деп білген. Қазақ баласының ағашқа бесікке салып баққан. Осы бесік туралы бір күшті тағы да пост жазып кететін боламын. Сондықтан жаңа туған баланы бесікке салу халқымыз үшін елеулі дәстүрдің бірі. Жаңа туған нәрестені бесікке салу рәсімі жолы үлкен, немесе елдің тәрбиелі, өнегелі әжелеріне, келіншектеріне тапсырылады. Алдымен бесікті отпен аластап алады, сосын содан кейін тыштырма рәсімі нәрестені айналып, үйіріліп отырып, бесікке бөлумен жалғасып отырып, бесіктің үстіне баланы әруақтар қорғап жүрсін деп ата-бабадан қалған сырт киімдерді жауып, және де ел тізгінін ұстар азамат болсын деп, аттың тізгінін ер арасына айбынды болсын деп қамшы қояды. Осы дәстүр Сегізбаевтың Беласқан романында жақсы суреттелген. Біріншіден, тыштырма қазақ халқының көне дәстүрлерінің бірі. Сәбиді бесікке салар кезде бесіктің түбегі тұратын тесіктен құрт, ірімшік, тәттілер өткізіп, тышты деп ырым жасайды, және оны тыштырма деп атайды. Ал қайсы бір жерлерде бесіктің үстіне 7 түрлі қадірлі таза заттар жабады. Сонан соң бесікке салған әже оның үстіне мініп алып, қолына қамшы ұстап, атпен шапқандай болады. Отырғандар әже қайда барасыз деп сұрайды да, әже оларға Меккеге барамыз, байдың ауылына барамыз, 7 қат аспанға, күн астындағы күнекей қыздың ауылына қыз айттырып барамыз. Тағы да сол сияқты қызықты жауаптар қайтарады. Осылайша бесікке салу рәсімі ойын күлкі, тамашамен аяқталады. Бесікке жабылған таза материалдарды үй иесі отырғандарға өздерінің орнына қарай үлестіріп сыйға тартады. Бұдан соң жас аналар қосылып бесік жыры әнін айтады. Бұл рәсім қазіргі кезде бесік той салтанатты жиындарда өткізіледі. Осымен тыштырма туралы аяқталды. Қызық болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.